Ассаламағалейкум, құрметті кәсіби қала бөлімшелері, құрметті әріптестерім. Бүгін мінекей 21 күндік өзіміздің оқыған оқуымыздың және де тапсырған сынағымыздың шегіне келіп жетіп, бүгін жаңа құжатқа еге болғалы жатырсыздар. Сіздердің әрқайсыларыңызға да мен творчестволық табыс тілеймін. Осы алатын бүгінгі құжаттарыңыз сіздерге әрдайым абырой алып берсін. Сол абыройға, сол құжатқа сайма-сай өздеріңіздің де абыройларыңыз, беделдеріңіз үстем болсын. Жұмыстарыңызда текке шынайы жақсылық, халыққа жасайтын қызметтеріңізде адалдық, отбасыларыңызда береке құт, ұжымдарыңызда ауызбіршілік тілеймін. Мынау тағы да айтам, әрдайым жеңісті, жемісті болыңыздар. Мінекей мынау 103-ші және 104-ші куәлік бойынша Қазақстан Республикасы Шапағат халық емшілерінің мекемесі Ашыққалиева Роза Түренқызы халық емшілерінің алғашқы оқыту және де қайта даярлау курстарының мына тақырыптар бойынша құжатта емтихандарын тапсырды. Халық және рухани медицина тарихы, адам анатомиясы және физиологиясы, биоөріс терапиясы, дұғалардың емдік қасиеттері, өсімдіктер терапиясы және емдік сылап сипау, космоэнергетика, жан-жануарлардан алынған емдік заттар, өзін өзі реттеу техникасы және парапсихология. Бұл жерде 3 пәнден біздер тағы ерекше жеке тапсыруға міндеттіміз. Бұл мына жерде жазылынған парапсихология, космоэнергетика және өзін өзі реттеу техникасы деген. Бұған біздің уақытымыз және сабағымыз кеңінен болуы керек. Біздің кәсіби халық емшілері бұны түсініп оқып, өздерінен через себя пропускать дейді ғой, өздері арқылы жіберуі міндетті. Сондықтан да қалған бағаларыңыздың барлықтары алған 5 және де Ақтау қаласы Маңғыстау облысы филиалының кәсіби халық емшілерін шын жүректен құттықтаймын. Тапсырған 7 емшінің 7-еуі де өзіндік үлкен жетістіктегі бағаның бағалысы, санның бағалысы 5-тік болатын болса, барлықтары да 5 деген бағалы шықты. Сондықтан енді мінекей мен қазір Роза Түренқызынан бастап оқып, ары қарай сіздер ретімен кезегімен құжаттарыңызды қабылдасаңыздар, барлықтарыңызда 5-тік деген бағаларыңызбен құттықтаймын. Және де мынау кәсіби халық емшісі Ашыққалиева Роза 30-4-2015 жыл мен 21-5-2015 жыл аралығында біліктілікті арттыру курсын халық медицинасы емшіліктің өткені, бүгіні, болашағы бағдарламасы бойынша бітірген туралы беріледі. Және сертификат жарамдылығы 1 жыл. Роза Түренқызы, творчестволық табыс тілеймін. Құжаттарыңызды қабылдаңыз. Сертификатыңыз. Мынау мінекей алғашқы даярлық және де қайта даярлау курстарының куәлігі және де қосымшасы. Құтты болсын. Және мынау өзіңіздің төсбелгіңіз. Құрмет көрсетіп отырыңыздар. Дәл осындай 2 куәлікпен және куәлікке қосымша және сертификатқа Әлиева Нұрсұлу ие болады. Құтты болсын Нұрсұлу сізге де. Және де осындай 2 куәлік және де сертификатқа Құлшабаева Қибат апамыз ие болады. Шапалақтап отырыңыздар енді. Бұл жерде енді айта кету керек, емтиханы уақытында, аттестацияны уақытында Құлшабаева Қибат апамыздың және де директордың берген мінездемесі және бұл кісінің өзінің аттестациядан өту уақытындағы
мамандық өзінің білгірлігін, білімділігін көрсете білді. Және Қимбат апамызға жақсы қол соғып қойды. Осындай екі куәлік, сертификат Досмурзиева Бәкес апамызға табыс етіледі. Осындай сертификат, куәлік және де сертификат Отарбаева Күлшара Қуан қызына табыс етіледі. Осындай куәлік және сертификат екі куәлігіменен біздің ортамыздағы біздің туысқан Қарақалпақ Республикасының өкілі Сейітбаева Әминаға табыс етіледі. Ал енді бүгінгі құрметті кәсіби халық емшілері, құрметті менің әріптестерім, барлықтарыңызда бүгінгі шын мерекелеріңіз бен маңдай терлеріңіздің төгіп алған білімдеріңіздің жетістіктерін көрсеткен аттестациялық тұғырдағы өздеріңіздің іс-шараларыңыз құтты болсын. Әрдайым сіздерге тағы да тілейтінім ауызбіршілік. Ұжым ретінде және де Гүлшат, сізге көп рахмет. Мен ойлаймын, сіз жас мамансыз, сондықтан әрі қарай осы заманауи талабына сай сіздің ұжымыңыз, филиалдың кәсіби халық емшілері, мүшелері сол қазіргі заманауи талапқа сай болады деген үміттемін. Сіздерге текке ақ жол тілегім келеді. Әрдайым Алланың нұры жаусын сіздерге. Ал енді кімде-кім тілек айтып сөйлейін дейтін болса ұлықсат, өзіңіз бір ақ жол тілеп жіберсеңіз. Құрметті Бауыржан Абильдаевич, Сара, осы Маңғыстау облысының филиалының мүшелері, емшілері, барлығымызды бүгінгі алған құжаттарыңызбен құттықтаймын. Енді кеше 21 күн бойы барлығымыз оқып, шамамыз келгенше енді барлық осы тематика бойынша жүзілген тақырып бойынша өзіміздің білгіміз келген, игергіміз келген, білмей жүрген дүниелеріміздің бәрін үйрендік деп есептеймін. Ал осы құжаттарыңызбен енді халқыңызға алғыс алып қызмет ете беріңіздер. Осы құжат сізге осы жолда жүруіңізге өзіңіздің бір жолдасыңызға жол, осы кәсіби жолдасыңыз болсын. Рахмет барлықтарыңызға да. Бүгінгі біздің мамандар, бүгінгі кәсіби халық емшінің әріптестерім, сіздерге текке ақ жол тілеймін. Сәт сапар.